Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айнұр. Бүгін керемет сникерс пирогының рецептінен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маған қолдау көрсетіңіздер. Алдымен тестамызды дайындап аламыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттерді, яғни ұнды, какао, разрыхитель үшеуін араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, крошка жасаймыз. Енді жұмыртқамыз бен шекерімізді өзара араластырып, крошкамыздың үстіне қосып, қамыр илейміз. Дайын қамырымызды демалдырудың қажеті жоқ. Оны сразу формамызға салып, алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Тестамыз пісіп шықты. Енді вареный сгущенкаға жержағанғақты қосып, суылған тестамыздың үстіне жағамыз. Енді алдын ала сливки мен шоколадты ерітіп алдым. Енді оған да жержаңғақты қосып, бетіне құйып шығамыз. Дайын пирогымызды міндетті түрде 2-3 сағатқа холодильникке салып қойыңыздар. Сникерс шоколадының дәмін беретін керемет пирог. Үйлеріңізде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.